Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге қызыл қылшаның пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Ең бірінші сіздерге қызыл қылшаның пайдасы туралы айтатын боламыз. Ол ең бірінші пайдасы қызыл қылшада йод көп, ал онсыз есте сақтау қабілетінің, жақсы ойлау өрісінің, зейіннің жоғары болуы мүмкін емес. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Ғалымдар қызылша шырынының қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауының күшейтетінін дәлелдеген. Демек бұл бұлшықеттерге ауа түсуін арттырады. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап жылтырай түседі. Оған қызылша қабығының астындағы көп мөлшерде кездесетін В дәрумені ықпал етеді. Қызылшада бұлшықет массасын арттыруға көмектесетін магний мөлшері көп, және қызылша құрамында зат алмасуды жылдамдатып, артық сұйықтықты шығарып, артық салмақтан арылуға септігін тигізетін ерекше заттар кездеседі. Қызылша осы 5 ауруды емдеуге жазуға көмектеседі. Ең бірінші қан қысымы. Зар айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді, ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальций себепті қызылша жүрек ауруларын зардап шегетін адамдардың ас мәзірінен табылуы тиіс. Іш қатуы. Қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абай болыңыз. Нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Бас жазу. Қою қызыл көкөніс бауыр қызметін жақсартып, улы заттардан қорғап, организмнен зияны заттарды шығарады. Асқазандағы ауырлық. Қылша ақуыздар мен майлардың қорытылуына көмектеседі. Тұмау. Қылшада қабынуға қарсы әсерге ие. Сондықтан бұл көкөністің шырынын тұмау тиген кезде мұрынға тамызады. Сонымен қатар баспа, көмейдің қабынуы, жұтқыншақ қабынуы орын алғанда тамақты шаю үшін қолданады. Егер сізде осы аталған дерттер болатын болса, қызылшаны көп қолданбағаныңыз абзал. Сусамыр. Ол қандағы глюкоза деңгейін арттырады. Несеп тас ауруы. Қылша құрамында бұл ауруларға қарсы көрсетілген қымызды қышқылы бар. Іш өтуіне бейімділік. Қылшаның іш жүргізетін әсері бар. Сондықтан қызылшаны көп қолданбағаныңыз абзал. Қылшаны қалай пісіру керек? Қылшаны пісіргенде ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Ол дәрумендердің жоғалуын азайтады. Көкөністің толықтай суға батып тұруын қадағалаңыз. Ол пайдалы заттардың ыдырау процесін баяулатады. Суға тұз салмаңыз. Қылшаның пісу уақытын ұзартады. Тіпті қылша піскеннен кейін де қаттылау болуы мүмкін. Дайын тағамды тұздаңыз. Түбін кесіңіз және сабағын толық кеспей бірнеше сантиметр қалдырыңыз. Әйтпесе қызылша түсін жоғалтып, дәмі сутатып кетуі мүмкін. Қылшаның пісу уақытын жылдамдату үшін суға бір ас қасық қант салыңыз, немесе өсімдік майын құйыңыз. Екеуін де қайнату температурасын жоғарылатады. Егер ыдысты былғаудан қорықсаңыз, қылшаны полиэтиленді пакетке салып пісіріңіз. Ол көкөністің дәміне, пісу ұзақтығына әсер етпейді. Егер қылшаны тазалаған не туралған күйінде пісірсеңіз, суға біраз сірке суын қосыңыз. Ол көкөністің түсін жоғалтпау үшін қажет. Шикі қызыл қылшаны пайдалану. Шынында бұл жағдайда қызыл қылша барлық биоактивті заттарды және дәрумендер мен амин қышқылдарын толығымен сақтайды. Қызылша организм үшін де өте пайдалы, өйткені ол ісіктердің дамуына қарсы тұрады. Егер сізге бүгінгі видео пайдалы болған болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.